Әр қазақ атса мінгізе дейміз, бойындағы қорқынышың жеңсе дейміз. Артымызда өсіп келатқан жастар өз тарихын біліп оқып білсе дейміз. Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Қазақтың баласы YouTube каналы. Бүгінгі тақырып Кенесары ханымыздың балалық шағы және оның өмір баяны болмақ. Канал ұнаса лайк басып кетеміз. Кенесары Қасымұлы 1802 жылы дүниеге келген Көкшетау өңірінде. Кенесары ханымыздың балалық шағын айтатын болсақ, ордасын Көкшетауға тіккен Абылай ханның 30 ұлы болған. Абылай қалмақ қонтайшысы Қалдан Сереннің қызын дүниеге келген баласы. Қасым сұлтанның бәйбішесі Айкүмістен Кенесары 6 ағайынды болған екен. 6 ағайындылардың атын айта өтеміз. Және де келесі видеода Кенесары Қасымұлының ағайындыларына бірте-бірте тоқталып, әрқайсысының өмір баянын айтатын боламыз. Сержан Есенгелді, Көшек Ағатай, Бопай, екінші әйелінен Наурызбай туған. Кенесары өзге бауырларының секілді көпшілік әскери ақсүйектер қауымының дәстүріне сай жастайынан шабандоз, ұшық, жерсіз даланың қатал табиғатына шыныққан, қиындыққа төзімді болып тәрбиеленді. Жеке басының ерлік қасиеттері біртіге алға қойған мақсатына жету жолында қайсарлығы мен дүлей күші жігер оның жетекшілік қабілетін айналасына ерте мойындатқан. Ағайындар, неге тез сөйлеп отырсың десеңіздер, мен бұны оқып отырмын, толығырақ түсінікті болсын дегендей. Сол үшін каналыма тіркеліп лайк басып кетеміз. Толық ұғыммен бәрін оқып шығуды жөн көрдім. Кенесарының саяси көзқарасының қалыптасуы Ресей империясында Петр I билігі кезінен басылған. Ресей мен Қазақ хандығы арасындағы қатынастар сипаттамамен тығыз байланысты болды. Ресей империясы өзіне шекаралас жатқан Қазақ хандығы күллі Азия елдері мен жерлеріне бастар қақпа деп есептегендіктен оны Ресейге қосып алу қажеттігіне ерекше мән берген еді. Қазақ хандығы аумағын империяға күштеп қосу оның отарлауымен қатар жүрді. Ресей отаршылығының ерекшелігі орыс солдатының соңынан орыс мұжғыл ілесіп отырғанына, сөйтіп жаулап алған жерің орыс жеріне айналдырып жіберуге тырысатынында. Мұстафа Шоқай еді атасы Абылай хан заманынан бері үдей түскен бұл процесс жас сұлтан Кенесары санасынан ұлт тәуелсіздігін төнген қауіпті терең түйсінді. Патша үкіметінің 1822 жылғы Сібір қазақтары туралы жарғысы қалыптасқан хандық құрылымына дәстүрлі билік үлгілерін жойып, қазақ елін жалпыресейлік басқару жүйесіне сіңіртіп жіберуді көздеді. Сол мақсатта қазақ даласына орыс шаруалары ағылып келіп қоныстана бастады. Абылай ханнан кейін орнына билікке келген Уәли хан 1781-1821 жылы патша әкімшілігінің Көкшетау алқабында қала құрылысын бастамауына келісім берді. Уәли өлгеннен кейін хан сайланған баласы Ғабидолланы Ресей үкіметі бекітпей тастады және орта жүзді хандық биліктен жойды. Қарсылық көрсеткен Ғабидолланы тұтқындап Сібірге жер аударып жіберді. Осыған байланысты Кенесары Ресей мен Абылай хан арасында жасалған жазбаша келісімшарттарды бұзылғанына наразылық білдірді. Оның ала қосылса қазақтарды басын біріктіреміз деп, қайтадан Абылай хан тұсындағыдай дәрежеге жетеміз деген пікір әкесі Қасым сұлтан бауырларын көптеген қазақ батырларының тарапынан қолдау тапты. Олар Ресейге қарсы Қоқан ханымен одақтаса отырып күресіп болмақ, бірақ үміттері ақталмады. Керісінше 1836 жылы Қоқан билеушісінің нұсқауымен бауыры Серікжан өлтірілді. Кенесары ханның бауыры Серікжан өлтірілді. 1840 жылы әкесі Қасым төре қаза тапты. Кенесары Абылай хан тұсындағы қазақ хандығының аумағында тұтасындағы қалпын келтіруді, Ресей құрамына кірмеген аймақтар тәуелсіздігін сақтауды көздеді. Отаршылықтарға қарсы соғыс бастамас бұрын Кенесары бірінші рет дипломатиялық қадамдар жасап, Николай I патшаға Орынбор генерал-губернаторлары Перовскийға, Обручевскийға, Сібір генерал-губернаторы Горшковқа хат жолдады. Ақылы саясат және әскери қолбасшы ретінде Кенесары жаудың мықты қарулы күш бар екендігін жақсы түсінді. Ол себепті соғысқа мұқият даярланды. Бұл оның қазақтың 300-дің бір мақсат жолына біріктіру саясатынан қару-жарақ соғуды, соның ішінде зеңбірек қоюды жүзеге асыру үшін орыс және өзге ел тараудың көрінді. Кенесарының қол астында 20 мыңға жуық сарбаз жиналды. Оның ішінде орта жүз руларының басқа
кісі жүзін шекті, тама, табын, алшын, шөмеке, жаппас, жағалбайлы тағы басқа рулар, ұлы жүзін, үйсін, дулат тағы басқа рулардың сарбаздары болды. Кенесарының жауға қарсы жорығында Ағыбай, Иман Басырға, Аңғал, Жанайдар, Жеке Сұраншы, Бейсейіт, Жоламан, Бұқарбай, Мыңжасар тағы басқа батырлар аянбай шайқасты. Иә достар, Кенесары ханымыздың қазақ үшін жасап кеткен ерліктері өте көп. Осы видеом 2000 просмотрға жиналып жететін болса, Кенесары ханның көтерілістері мен және де жасаған ерліктеріне жеке тоқталып кететін боламыз. Ал ендеше ары қарай жалғастырамыз. Қоқан хандығының иелігінде Созақ, Жаңақорған, Ақмешіт қамалдарын алды. 1840 жылы Ресей үкіметі Кенесарыға қарсы кең көлемді әскер жорық ұйымдастырды. Кенесарының әскері Ресей әскерімен Ресей жағында күресуші қазақ сұлтандарын бірнеше рет ойсырата жеңді. Алайда әскери қуаты әлдеқайда басым жау Кенесары сарбаздарының жетісуға шегінуіне мәжбүр етті. Азаттық үшін шайқаста Кенесары қырғыз манаптарын өзіне бағынуны талап етті. Алайда патша әкімдерімен құпия байланысты болған манаптар оған мойынсұнбады. Осы манаптар Кенесары ханымызды сатып жіберген. Жалғыз манаптар болған жоқ бұл жерде. Өзіміздің қазақтарда болған. Кенесарыны ұстап беруге атсалысқан патша үкіметінің адамдар болып кеткен қазақтарда болған. Сол үшін ағайындар, өз тарихымызды білейік, жастарға үйретейік. Қазір жастарымыз Кенесары хан кім десек ойланып тұрады. Сол үшін осы видеоны таратайық. Әрбір қазақтың өсіп келе жатқан ұрпағы біліп жүрсін. Сау саламатта болыңыздар. Каналға лайк басып тіркеліп кетеміз.